Әйгілі қазақ жылқысы Кабирхан сәтсіздікке ұшырады. Ол Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласында өткен ат жарысынан әлем кубогында бақ сынады. Аталған жарыста ол жүлделі орыннан көріне алған жоқ. Бәйгеде 7-ші нөмірмен сынға түскен Лаурел Ривал сәйгүлігі жеңіске жетті. Ал Кабирхан негізгі топтың арасында мәре сызығын кесіп өтті. Ол бәйгеде мәре сызығын 9-шы болып қиды. Әлем кубогына дүние жүзінің көптеген елдерінен сан алуан бәйгеде топ жарған жүйріктермен бәсекеге түсті. Айта кетсек, Халықаралық ат спорты федерациясының ресми мәліметіне сәйкес, әлемде 450 мың жүйрік ат бар. Оның ішінде 200 мың жылқы үнемі әлемдік жарыстарға қатысады екен. Бұл туралы Республикалық зауыт жылқылары тұқымы палатасы президенті Талғат Жайсанбаев айтты. Кабирхан қазір 4 жастағы асыл тұқымды жылқы. Әкесінің есімі Калифорния Хром, енесінің есімі Литл Эмили. Калифорния Хром Кентукки дербиінен бастап Бридерс Капке дейінгі ақштың көптеген беделді ат бәйгелерінің жеңімпазы. Негізі Кабирхан ақшта өмірге келген, 1,5 жасында Киннеленд аукционында сатылған.